Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қазақтың ұлттық тағамы, яғни тәттісі қызыл ірімшіктің рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы оңай, көп ингредиентті қажет етпейді. Ол үшін менің қазанымда 2 литр сүт, қазанның астын өте қатты жылдамдыққа қойып, қайнағанша бетін жауып күтеміз. Қайнауға 1 минут қалған кезде осылай сапырып, үстіне 200 мг айранды құямыз. Айран өте ащы болса, азғантай мөлшерде құюға болады. Егер сүтіңіз 3 литр болса, 300 мг айранды құйып, бір келкі смес болғанша жақсылап араластырамыз. Сүт іри бастағанда осылай кішкене көбіктеніп қайнай бастайды. Оттың астын ең қатты жылдамдыққа қойып, толық қайнағанша күтеміз. Сүт іри бастағанда, қайнап іри бастағанда сары суы бөліне бастайды. Сол кезде сүт іріді деген сөз. Егер сары су шықпаса, онда айранды сіз аз құйып қойғансыз. Тағы да үстіне айран құйып, қайтадан қайнатсаңыз болады. Осылай қатты қайнай бастағанда, сүттің бәрі іріп, ірімшігі бөліне бастағанда, оттың астын орташа жылдамдыққа қойып, қазанның қақпағын жауып, 2 сағатқа қайнататын боламыз. 2 сағаттан соң осындай сарылау болып ірімшік сары түске ене бастайды. Оттың астын ең төменгі жылдамдыққа қойып, мен 100 мг қант салдым, құмшекер. Сіздер егер қатты тәттірек болсын десеңіз, көбірек қант қоса берсеңіздер де болады. Менің ірімшігім орташа тәтті болып шықты. Қант салғаннан соң осылай жақсылап араластырып, барлығын бір келкетіп, қанттың еруіне көмектесеміз. Араластырамыз және бетін жауып, тағы да 2 сағат қайнататын боламыз. Қантты салған соң осындай іртік-іртік болып, барлығын осылай жан-жағынан араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң бетін жауып, тағы да 2 сағатқа қайнататын боламыз. Өте жай отта қайнап шықты. Міне біздің ірімшігіміз дайын болды. Енді осыны ірімшікті арнайы сүзгішпен көп бөлігін сүзіп аламыз. Салатын ыдысты алдын ала дайындап аламыз. Шұңғылдау ыдысқа құрт сүзетін немесе марле немесе қолданбайтын орамалыңызды алып қойсаңыз болады. Мен өзімнің орамалымды пайдаландым. Міне осы орамалға салып, суын сығып алатын боламыз. Енді қазандағы қалған бөлігін кішкене ыңғайлы сүзгімен алып, барлығын бір жерге топтап суын шығарып аламыз. Барлығын саламыз. Орамалды барлығын бір жинап, барлығын буып, абайлаңыздар. Кішкене ыстықтау болады. Осылай суын бәрін сығып алып, бөлек ыдысқа салатын боламыз. Осылай көп мөлшерде суы сығылғаннан соң, ыдысқа арнайы шұңғыл ыдысымызға бетіне осындай қойып, суы ағып тұратындай етіп қойып, бетін бастырып қоямыз. Немесе осындай мен сияқты мультиварканың ыдысын пайдалансаңыздар болады. Дайындаған ыдысымызға осылай барлығын буып, жайып,
бетіне тарелкемізді бастырып, тарелкенің үстін ауыр затпен бастыратын боламыз. Мен ауыр затқа 2 литр банкіге суды құйып бастырдым. Осылай салқын жерге қойып, 1 күнге қойып қоясыздар. Осымен біздің ірімшігіміз дайын болды. Ірімшігіміз өзінің формасын ұстайды, әдемі, дастарханға да қоюға болады.